Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін ең керемет дәмді тағамдардың бірі пигудидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше ең алдыменен ұн илегіштен өткізген ұнымызды және де жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды және де 2 шай қасық қантымызды, содан соң 2 шай қасық сұйық майымызды, 1 шай қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызға құйып, ұнымызға қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болмау керек, орташа қамыр болу қажет. Осылай қамырымызды елеп, 1-1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жақсылап июін қандырып илеңіздер. Сонда пигудилеріңіз әдемі болып шығатын болады. Жылы жерге осылай мен 1,5 сағатқа қойып қойдым, көтеріліп, әдемі болып тұрады. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына капустаны кубиктап турадым. Тартылған ет болса тартылған ет, немесе осылай мен сияқты еттерді майдалап турап алсаңыз болады. Картопты да кубиктап, пиязды да барлығын кубиктап турап алдым. Барлығын кесекпе-кесек қосып, жақсылап тұз, дәміне қарай тұз бен бұрышты саламыз. Және де мен бұл жерде толық рецепті астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Каналыма кіріп, түрлі рецепттерді де көрсеңіздер болады. Банкалардың, тәттілердің, тағамдардың рецепттерін салғанмын. Кіріп, қолдап, барлығын көріп шықсаңыздар болады. Қамырымыз 1,5 сағаттың ішінде көтеріліп ашыды. Ашыған қамырдан жасалған пигуди өте дәмді болады. Қамырымызды алып, майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осылай 2-ге бөліп, сосын майда бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын дәл видеодағыдай дөңгелектеп, бетін пленкаменен жауып, 10 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Сонда кішкене қамырларымыз көтеріледі, және де жайған кезінде икемді болатын болады. Қамырымыз 10 минут тұрған қамырларымызды шетінен алып, ұн сеуіп отырып, жайып алатын боламыз. Мен бұл жерде 2 түрін көрсетемін. Алғашқы түрін осылай жайып алатын боламыз. Өз қалауларыңызша пигудиді түйсеңіздер болады. Мен өзім білген 2 түріменен бөлісетін боламын. Үстін қатты баспай, қатты жұқа қылмай жаясыздар қамырды. Үстін осылай жай-жай басып, ішіне салмасын салып, салмасын толтырып салыңыздар. Осылай бір-біріне айқастыру арқылы пигудилеріңізді түйіп аласыздар. Кезекпе-кезек осылай айқастырып отырсаңыздар, өзі форма шығарып болатын болады.
мен өзім алғашқы жасағаннан ақ ғашық болған тағамдардың бірі. Отағасына да өте қатты ұнайды. Міндетті түрде отбасыңызға жасап беріңіздер. Екінші түрі, оны да дәл осылай жайып аламыз. Салмасын толтырып алып, дәл самсанды түйгендей етіп, бір-біріне айқастырып түйіп шығатын боламыз. Екі шетін ортасына әкеліп, форма шығады сонда. Міне. Газге суды қайнатып алып, 45 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Пигуделеріміз пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін